Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үгітілмелі қамырдан улитка печеньесін дайындаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қантты қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң 2 жұмыртқаны салып араластырамыз. Содан соң ванилин қосамыз. Ванилиннің орнына 10 грамм ванильді қант қоссаңыздар да болады. 1 шай қасық қамыр қопсытқышты ұнға салып араластырамыз. Ұнды алдын ала елеуіштен өткізіп алған жөн. Ұнды 2 бөлікке бөліп, массамызға салып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамырымызды илейміз. Қамыр өте жұмсақ болады, бірақ қолға жабыспайды. Содан соң қамырды 2 бөлікке бөлеміз. 1 бөлігіне 2 шай қасық какао салып илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді әр қамырды пергамент қағазына орналастырып, қалыңдығы 2-3 мм болатындай етіп жаямыз. Мінекей қамырымызды жайып болдық. Енді шоколадты қамырдың үстіне ақ қамырымызды орналастырып, рулет қылып ораймыз. Рулет әдемі әрі бірдей болу үшін мен жан-жағын кесіп алып тастадым. Жан-жағын кесіп алып тастаған қамырдан да печенье дайындаймыз. Мінекей қамырымыздың формасын келтіріп алдық. Енді рулет тәріздес етіп ораймыз. Содан соң мұздатқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді қалыңдығы шамамен 1 см болатындай етіп кесеміз. «180 градус қызып тұрған пеште 20 минут печеньемізді пісіріп аламыз. Мінекей печеньеміз дайын болды. Рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болады, балаларға міндетті түрде ұнайды. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мөлдір, сау болыңыздар.